Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздердің назарларыңызға 5-ші сыныптың математика пәнінің жаңартылған бағдарламасы бойынша жасақталған бейнематериалды ұсынғалы отырмыз. Тақырыбы 4-ші тоқсан тақырыптары бойынша оқытудағы тәсілдер. 4-ші тоқсандағы бөлімдер 5-4А пайыз, 5-4Б бұрыштар, көп бұрыштар, 5-4С диаграмма, 5-4Д кеңістік фигураларын жазбалары. Бірінші бөлімнің тақырыптары пайыз, санның пайызын және пайызы бойынша санды табу, пайызға байланысты мәтінді есептерді шығару. Екінші бөлімнің тақырыптары бұрыш, көп бұрыш. Үшінші бөлімнің тақырыптары шеңбер, дөңгелек, дөңгелек сектор, диаграмма, статистикалық деректерді көрсету тәсілдері. 4-ші бөлімнің тақырыптары тік бұрышты параллелепипед, текше және оның жазбасы, фигураларды қиюға берілген есептер, фигураларды құрастыруға берілген есептер. Тақырыптар бойынша оқу мақсаттары 5.1.1.16 пайыз ұғымын меңгеру, 5.1.2.33 бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдыру, 5.1.2.34 берілген санның пайызын табу, 5.1.2.35 бір саны екінші санға пайыздық қатынасын және керісінше табу, 5.1.2.36 берілген пайызы бойынша санды табу, 5.5.1.6 пайызға байланысты мәтінді есептерді шығару. 5.3.1.4 бұрыш және оның градустық өлшем ұғымдарын меңгеру, бұрыштарды белгілеу және салыстыру. 5.3.1.5 бұрыштардың түрлерін ажырату, сүйір, тік, доғал, жазыңқы, толық. 5.3.3.1 бұрышты транспортир көмегімен өлшеу. 5.3.3.2 градустық өлшемі берілген бұрышты транспортир көмегімен салу. 5.3.3.3 бұрыштық градустық өлшемін табуға, бұрыштарды салыстыруға берілген есептерді шығару. 5.3.1.7 көп бұрыш ұғымын меңгеру. 5.3.1.2 шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері, центр, радиус, диаметр ұғымдарын меңгеру. 5.3.1.3 циркульдің көмегімен шеңберді салу. 5.3.1.6 дөңгелек сектор ұғымын меңгеру. 5.4.3.1 дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар туралы түсініктері болу. 5.4.3.2 дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар салу. 5.4.3.3 кесте немесе диаграмма түрінде берілген статистикалық ақпаратты алу. 5.3.1.8 тік бұрышты параллелепипед, текше және оның жазбасы туралы түсінігі болу. 5.5.2.9 жазық фигураларын және кеңістіктегі геометриялық фигураларын жазбаларын салу, текше және тік бұрышты параллелепипед. 5.3.2.1 фигураларды қию және құрастыру арқылы есептер шығару. Мұнда 4-ші тоқсанда кейбір тақырыптарды оқытуға қатысты жақсы тәсілдер беріледі. Пайыз тақырыбын қарастырайық. Пайыз ұғымын түсіндіру үшін қолайлы тәсіл модельді қолдану. Пайыз санның 100-ден бір бөлігін көрсетеді. Оқушы егер сан 100-тен бөліктен тұрса, пайыз соның бір бөлігіне тең екенін түсінеді. Сыныпқа бөлігі боялған 100-дік шаршылары бар үлестірмелерді көрсетуге болады. Әрбір модельдегі барлық боялған шаршыларды санайық. 100 тордың 15-і боялған, немесе тордың 100-ден бір бөлігі боялған. 100-ден 15 саны жай бөлшек түрінде 100-ден 15, ондық бөлшек түрінде 0,15, пайыз түрінде 15 пайыз деп жазылады. Пайыз сан бөлігін жазудың бір түрі болып табылады. Осылайша бөліктерді жай бөлшек, ондық бөлшек және пайыз түрінде өрнектеуге болады. Осы барлық жазу түрлерін бір түрден басқа түрге аударуға мүмкін болады. Мұнда ондық бөлшектерді немесе бөлімі 100-ге тең жай бөлшектер түрінде көрсетуге тапсырмаларды орындау керек. Оқушы бүтін 100% түрінде өрнектелетінін түсінеді. 100%дан кіші бүтіннің белгілі бөлігін көрсетеді.
5-ші сыныптың 30% 5 алды деп айтқанда, 5-ші сыныптың барлық оқушысы 100% құрайтынын, оның 30% 5 алды, қалғандары 70% басқа бағалар алғандығын деп түсініледі. Мұғалімге пайыз сөзінің күнделікті өмірде қолдануынан мысалдар келтіру қажет. Мысалы, бүгін сабақта 100% оқушы қатысып отыр деген мағлұмат. Сыныптың барлық оқушылары сабаққа қатысып отырғанын көрсетеді. Самат сұрақтардың 75%-на дұрыс жауап берді деген ақпарат, Саматтың 25% сұрақтың мүлдем жауап бермегенін немесе дұрыс жауап бермегенін көрсетеді. Санның 100-ден 1 үлесі осы санның 1%-ын құрайды. 100-ден 1 тең 0,100-ден 1 тең 1%. Процент белгісімен белгіленеді. 3% жазуы бөліктің 100-ден 3-ін 0,100-ден 3 немесе 100-ден 3-ті өрнектейді немесе көрсетеді. 45 жазуы, яғни 45% жазуы 0,45-ті немесе 100-ден 45-ті, 100% 1 немесе 100-ден 100-ді білдіреді немесе 1-ді көрсетеді. 150% жазуы бұл 1,5-ті немесе 100-ден 150-ді және тағы басқа. 100-дік шаршыда 25%-ді шаршысында модельдейік. 100-ден 25 ұяшық немесе тор боялады. Осы бөлікті әртүрлі тәсілмен жазуға болады. 1 және 2 тапсырмаларды жұпта орындатуға болады. Келесі 3-8 тапсырмалар оқушылардың есепті шығара алу дағдыларын шыңдау үшін берілген. Оқушыларды топтарға біріктіріңіз. Топтарға 5 есепті шығаруды ұсыныңыз. Оқушылардың математикалық деңгейіне қарай оларға түрлі дәрежеде қолдау көрсету үшін дифференциацияны пайдаланыңыз. Тапсырма орындалғаннан кейін бір топ оқушылар өз шешімдерін түсіндіріп, оларды көрсетеді. Өзге топтағы оқушылар өз шешімдерін салыстырып, сұрақтар қояды. Оқушылар өз топтарында жұмыс жасап жатқан кезде мұғалім оларды бақылайды, қажет болғанда уақыттық қолдау көрсетіп отырады. Материалды бекіту үшін 5-ші тапсырманы беруге болады. Модельдердің боялған бөлігін пайыздармен өрнекте. Сонымен бірге мәтінді есептерді, мысалы 6-шы, 7-ші, 8-ші тапсырмалар. Барлық оқушы пайыз ұғымын түсініп болғанша сабақ әртүрлі модельдерде жұмыс жасау ұсынылады. Келесі сабақта қалыптастырушы бағалау үшін жұмыс парақтарын қолдануға болады. Мысалы 9-шы және 10-шы тапсырмалары. Кестені толтыр, берілген модельдердің бөліктерін боя. Барлық оқушы пайыз ұғымын түсініп болғанша әртүрлі модельдерде жұмыс жасау ұсынылады. Бұл жұмыс парақтарын қалыптастырушы бағалау үшін қолдануға болады. Мұғалімге міндетті түрде тез кері байланыс беру үшін жауап парақтары болу керек. Пайызды жай бөлшек түрінде беру. Сан пайызбен алымы пайыз санына тең, ал бөлімі 100-ге тең жай бөлшек түрінде жазылады. Жай бөлшектің пайыз түрінде беру. Егер мүмкін болса, бөлімі 100-ге тең бөлшек түрінде жазылады. Алымдағы сан пайызды көрсетеді. Пайызды ондық бөлшек түрінде беру. Пайыздағы сан 100-ге бөлінеді, басқаша айтқанда үтір 2 орынға солға жылжытылады. Ондық бөлшекті пайыз түрінде беру. Ондық бөлшек 100-ге көбейтіледі, басқаша айтқанда үтір 2 орынға 10-ға жылжытылады және санға пайыз белгісі немесе таңбасы қойылады. Бірінші 0,100-ден 32 тең 32%. Екінші 100-ден 3 тең 3%. Немесе 0,100-ден 3 тең 3%. Жай бөлшектерді пайыздар және ондық бөлшектер түрінде беру, сонымен бірге оларды модельдер арқылы беру дағдыларын қалыптастыру және бекіту үшін оқушылар практикалық тапсырмаларды орындайды. Мұндай тапсырмаларды келесідей мүмкін топтастырып пайдалануға болады. Ең жиі қолданылатын жай бөлшектер мен ондық бөлшектерді және олардың пайыздар мен өрнектерін есте сақтау үшін кестелер құралады. Бөлімі 100-ге тең бөлшектер пайыздармен беріледі. 100 санының бөлгіштерінің тізімі құралады. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Осы сандардың біреуі бөлшектің бөлімі болса, оңай ондық бөлшекке және пайызға ауыстырылады. Материалды бекіту үшін 11-ші, 12-ші, 13-ші тапсырмаларын беруге болады. Пайыздарды жай бөлшек және ондық бөлшек түрінде бер. Ондық бөлшектерді жай бөлшектер және пайыздармен жаз. Жай бөлшектерді ондық бөлшектермен, ал содан кейін пайыздармен жаз. Келесі
10-17 тапсырмаларды әрбір оқушыға жеке өздігінен орындатуға болады. Ал соңында оқушылар бір-бірін бағаласын деп айтуға болады. Жұмыс парақтарын басып шығарып, оқушыларға таратып беруге болады. Сабақтан қорытындысын 18-ші, 19-ші, 20-ші тапсырмаларын шығару түрінде қалыптастырушы бағалау жүргізуге болады. Тиімді кері байланыс алу үшін жауаптар мен парақтар болу қажет. Сабақта барынша оқушылардың өмірлік есептерімен қызықтыру керек. Статистикалық деректерді көрсету тәсілдері тақырыбын осы тапсырмадан бастауға болады. 80 мектеп оқушы арасынан сауалнама жүргізілді. Қандай балмұздақ ұнатасың? Сауалнама нәтижелері дөңгелек диаграммада көрсетілген. Диаграмма бойынша сұрақтарға жауап бер. Қанша оқушы шоколадты және ванильді балмұздақ таңдады? Құлпынай мен ванильді балмұздақ таңдап алған оқушы санын лимон балмұздақ таңдап алған оқушы санымен салыстыр. Егер оқушы саны 120 болса, қанша оқушы шоколадты балмұздақты таңдап алар еді? Пайыздарды дөңгелек диаграмма түрінде беруге негізделген тапсырмаларды орындауға болады. Қатынас және пайыз тақырыптарын дөңгелек диаграмма түрінде оқу үшін ең тиімді болып табылады. Оқушылар дөңгелек бойынша бөліктерді оңай анықтайды. Сонымен бірге осы дөңгелектер арқылы бұл бөліктерге қанша пайыз сәйкес келетінін анықтау дағдылары бекітіледі және қайталанады. 10-нан 1, 5-тен 1, 4-тен 1, 2-ден 1, 4-тен 3 бөлінген дөңгелектерді көрсетілген ең жиі қолданылатын пайыздар 10%, 20%, 25%, 50%, 75% диаграмма түрінде беріледі. Бұны кесте түрінде, көрнекі түрде көрсетуге болады. Пайдалы тағамдар мен тамақтардың тұнудың 100% диаграммада 30% көкөністер мен жемістерді құрайды. Бұлар витаминдер, минералдар, көмірсулар, 25% дәнді және ұн өнімдері, көмірсулар, қалған 40% шамамен 20% сүт өнімдері, яғни ақуыз, шамамен 12-15% балық және ет өнімдері, ақуыздар, 5-8 май және тәттілер, майлар, көмірсулар, сондай-ақ бөліктер жай бөлшектер түрінде өрнектеледі. Сұрақ: суретте көрсетілген бір күнде жеген тамақ диаграмма тарелкеде барлығын жинасаңыз, диаграмма қалай өзгереді? Оқушылар бір күндік рационға сәйкес диаграммаларын құрастырады. Сондай-ақ пайдалы тамақтану жөнінде интернеттен ақпаратты жинайды. Саннан пайызды табу дағдылары, бөліктері эквивалент түрінде беру қабілеттері бағаланады. Жай бөлшек және ондық бөлшек түрінде. Слайдта көрсетілген есептің шешуі бойынша талдау жұмысын жүргізуге болады. Берілген тапсырма бойынша дұрыс ұйымдастырылған жұмыс болашақта оқушыларға өздігінен жұмыс жасауға, диаграммаларды құруға және есеп бойынша дұрыс сұрақтар қоя білуге мүмкіндік береді. Оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын оқыңыз. Оқушылар өздерінің жетістіктерін рефлексиялық дөңгелек арқылы дұрыс бағалауларын қадағалаңыз. Әрбір оқушылардың көзқарастары бойынша олардың жетістіктеріне сәйкес келетін бір сектор таңдап алулары керек және сөйлемді толықтырып қысқаша ауызша айтулары қажет. Назарларыңызға рахмет.